Жылдар жылжып, қыс өтіп, келді көктем. Адамзаттың жүрегін елжіреткен. Қайдасыңдар, майдангер қаруластар, жеңіс туын жерінде желбіреткен. Қайран достарым, майдандастарым, бауырластарым, қаруластарым, армандастарым, тағдырластарым, қай жерлерде жүрсіңдер, замандастарым. Мен сендерді іздедім қыраттардан, өзендерден, көлдерден, бұлақтардан. Мен сендерді іздедім жүрегінен арулардың кешегі жылап қалған. Мен сендерді іздедім ақ таңдардан, жыр жолынан жазылған дастандардан. Қайдасыңдар, қарулас серіктерім, ол өстерге құласы жатқандарынан. Қайран достарым, майдандастарым, бауырластарым, қаруластарым, армандастарым, тағдырластарым, қай жерлерде жүрсіңдер, замандастарым. Бұл есімі белгісіз Божанов атты ақынның жазған майдандастарым өлең жолдары болатын. Ұлы жеңістің 55 жылдығына орай менің әкем Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласына танымал сазгер марқұм Бекенов Аманжан Майланұлы осы майдандастарым өлеңіне ән шығарып, бұл ән осыдан тура 20 жыл бұрын сахна төріне шыққан. Содан бері арада біраз жыл өтті. Бүгін ұлы жеңістің 75 жылдығы Алматы қаласында аспаннан ғұсыл құйылып тұр. Бұл майдан шебінен еліне орала алмаған талай боздақтардың, талай батырлардың көз жасы деп білеміз. Бұл аналардың, ұлдарынан айырылған аналардың, жарларынан айырылған әйел азаматтардың көз жасы. Ешкімде ештеңеде ұмытылмайды. Қымбатты достар, баршаңызды ұлыстың ұлы күні, жеңісіміздің 75 жылдығымен құттықтаймын. Өскелең ұрпақ аман болсын. Ата-бабаларымыздың рухына құран бағыштап, қашанда оларды жадымызда ұстайық. Осы жеңістің құрметіне сіздердің әрқайсыңызға майдандастарымнан жолдаймын. Қабыл алыңыздар.